Қазақстан мен Чехия мемлекеттерінің аумағына заңсыз өткен азаматтар өз елдеріне қайтарылатын болады. Бүгін мәжіліс депутаттары Қазақстан Республикасының үкіметі мен Чех Республикасының үкіметі арасындағы заңсыз келген адамдардың реадмиссиясы туралы келісімді ратификациялау туралы заң жобасын мақұлдады. Ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымовтың айтуынша, бұл келісім халықаралық құқыққа сай келеді, әрі заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл жасауға мүмкіндік береді. Бұдан өзге күн тәртібіне қойылған 4 заң жобасы талқыға салынды. Мәжілісмендер олардың барлығын мақұлдап, Сенат қарауына жолдады. Айта кетейік, мәжілістегі бүгінгі жалпы отырыс осы құрамдағы депутаттардың соңғы жиыны болуы да мүмкін. Себебі жуырда халық қалаулылары мәжіліс пен мәслихат сайлауын мерзімінен бұрын өткізу туралы мемлекет басшысына ұсыныс тастаған болатын. Қазір бұл бастама қоғамның қызу талқысына түсуде. Әзірге мәжілісмендер елбасы шешімі жария болғанға дейін жоспарлы жұмыстарды атқара беретіндерін айтады. Елбасы консультацияларды өткізіп жатыр. Енді елбасы өзі жан-жағынан бәрін қарастырып шешім қабылдайды. Сол шешім қабылдағанша біз өзіміздің жұмысымызды атқара береміз. Бүгін біраз мәселелерді қарадық, біраз сұрақтарды қарадық, бірнеше заң жобасын жұмысқа алдық.